Біз өте дәмді болып шығатын үлпілдек сметаник жасаймыз. Чизкейк секілді болып шығады. Мен жасаған ең сәтті рецепт, сол үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Маған 81% адам тіркелмей қарайды екен, сондықтан тіркеліп кетеміз. Ал енді сметаникке қажет заттар: су, жұмыртқаның сарысы, қант, қаймақ, сгущенка, қопсытқыш, ванильді қант, жұмыртқаның ағы, май және ұн. Алдымен ұн мен майымызды бөлек алып, сары майды ұнға малып, үккіштен өткізетін боламыз. Және де біздің сары майымыз өте салқын болуы қажет. Осылай үккіштен өткізіп, біз крошка жасайтын боламыз. Барлығын жасап, араластырып болғаннан соң, оның үстіне біз қопсытқыш пен ванильді қантты қосып тағы да араластыратын боламыз. Ал бөлек ыдыста жұмыртқаның сарысының үстіне қант пен суымызды қосып, жақсылап араластырып, осы массамызды біздің қамырымыздың үстіне кішкенеден қосып отырып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Осылай тез-ақ қамырымыз дайын болады. Барлығын тезірек араластырып, 5 минутта жасасаңыздар болады. Ал енді осы керемет қамырымызды жаятын боламыз оқтаумен. Болмаса сіздер противеньге салып, қолмен соссаңыздар да болады. Ал енді барлығын осылай керемет жайғаннан соң, оны противеньнің үстіне қойып, дөңгелете, барлығын тегістеп шығамыз. Чизкейк секілді, яғни сметаникті де тура солай жасаймыз. Барлығын дөңгелетіп жасап шыққаннан соң, біркелкі болып шығу үшін вилкамен тегістейміз. Ал енді холодильникке салып, біздің массамызды, яғни салмасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқаның ағын жақсылап араластырамыз, яғни меренга жасауымыз қажет. Жақсылап араластырып, жұмыртқаны 3 рет бөліп қосамыз. Осы кезде біздің меренгеміз дайын болады. Меренгемізді аударған кезде ол төгілмеу керек, сонда дайын болды деген сөз. Ал енді бөлек ыдыста сметана мен сгущенканы жақсылап 10 секунд қана араластырамыз. Содан кейін осының үстіне жаңағы массамызды қосып, меренгамызды асып алмас үшін астынан жоғарға қарай араластыратын боламыз. Міне дайын болды. Ал енді біздің жаңағы тестамызды алып, үстіне салатын боламыз. Жақсылап салып болғаннан кейін бетін әдемілеп түзеулейміз. Содан кейін алып видеодағыдай жасаймыз. Кейін 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Духовканы алдын ала қыздырып алуымыз қажет. Сметаник піскен кезде өте қатты көтеріледі. Оны кебу үшін біраз минуттарға қойып қоюымыз керек. Міне мына видеодағыдай кейін өз қалпына келеді. Содан кейін осындай керемет сметаник шығады. Сол үшін лайк басып кетіңіздер.